Құрметті оқушылар, бүгін енді ертең осы аптаның ертең сәрсенбі күні сіздермен тіршілік жұмысты аламыз. Сондықтан бүгінгі сабағымыз қайталау сабағы болады. Қайталауда 3-ші тоқсан бойынша өтілген оқу мақсаттарына кішкене шолу жасаймыз. Содан кейін шығармашылық тапсырмалар орындайтын боламыз. Бүгін біздің көрсететініміз 21-ші ғасырдың жастары, оқушылары 21-ші ғасырға лайық қандай дағдылар қалыптастырылады екенін соны көрсетуіміз керек. Енді бүгін қазір тағы бір бүгінгі сабақтың ерекшелігі мынадай болады. Дегенімізді қиналай тұрамыз. Ерекшелігі үй тапсырмасын қазір сыныпта істейтін жұмыстармен кіріктіріп сұралады. Дайын отырыңыздар. Дәптерлерімізді ашып, жазамыз. Наурыздың 11-і ғаламтор желісіне мүмкіндіктер деп бүгінгі жаңа сабақты жазып қойдық. Тақырып жаңа, оқу мақсаттарының бәрін біз қайталаймыз. Алдыларыңызға бірнеше оқу мақсат алып келді. Бұл қазір бірінші тапсырмада кішкене шолу жасалып, ауызша қайталанып кетеді. Бірақ ғаламтор желісінің мүмкіндіктері деген екіштелді. Ғана сіздерге оны сіздермен айтпасам да білесіздер, ғаламтордың мүмкіндігі өте көп. Бір ғана сіздерге мысал келтіріп айтып өтейін өмірден. Біз осы бір айда болған жоқ, Рамазанның ғылыми жобамен жұмысқа барғанын естідіңіздер. Сол кезде біз мына өздеріңіздер қатыстыңыздар, көрініс жарияладық ғаламторға. Сол 14.400 адам көрген. Әлі бір ай болған жоқ. 10 күннің ішінде. Енді бұл бір мынасында 6523 қаралып жиналды. Бұл деген енді біздің өзіміздің қорғайын деген тақырыбымызды, жаңалығымызды біз осынша адамға таратып. Барлығы бірнеше адам бізге не жазды? Жақсы өздерінің пікірлерін жазды. Енді қалған бәріміз қазір ғаламтордың мүмкіндігі қандай? Оны біз қазір тапсырмалар арқылы ары қарай қалыптастырамыз. Сіздерге үй тапсырмасын жаңа мен кіріктіріп кетеді дедім ғой. Үй тапсырмасында пост жазу берілген. Пост қалай түсініңдер? Біз оны әлі біз ол тақырыпқа әлі келген жоқпыз балалар. Пост деп айттым, бірақ енді блокпост деп айтады. Көбінесе қалай жазып бердіңдер? Пост дегеннен былайынан түсінемін. Бізде өзіміз білетіндей блокпосттар бізде әлеуметтік желілерде жазады да, яғни желісінде. Және сол кезде ол жерлерде біз өзіміздің ойларымызды және не айтқымыз келетінін жазамыз. Сол себепті мен ол жерде блокпост дегенде мен әлеуметтік желідегі өзімнің күнделігі деп түсінемін. Күнделік деген сіздерде білесіздер, бұрында біз бала кезімізде жазғанбыз, ал енді бұл блокпост деген ол әлеуметтік желідегі күнделік болып табылады екен. Оған өздеріңіздің пікірлеріңді, ойларыңды жазып, әсіресе арнайы ашып, Инстаграм ашқандарың бар, бұл да ғаламтордың мүмкіндігі. Тапсырманы бірінші тапсырма былай болады, ауызша болады, бірақ неге топтастырдым? Топта тапсырманы әлемдер оқып алып, топта талқылап, 4 минут топта талқылап, 1 минут сөйлесіздер. Мысалы, қазір Рамазанның тобы сөйлейді. Оларда пост үйге бәріңізге берілген болатын, мықты постты анықтап, ішінен 2 құрмалас сөйлем анықтайды. Құрмалас салып қоя, соны өз критериялары бойынша дәлелдейді, жазып отырсын. Біздің пост теледидар ойын сауық қана көзі ғана емес, сонымен бірге ықтималдық зиян көзі. Экранда шамадан тыс пайдалану, отырықшы өмір салтына келу мүмкін. Ми жұмыста психологиялық мәселеге әлеуметтік белсенділікті төмендеуіне де әсер етеді. Мен сіздерге теледидарды мүлде көрмей деп те айта алмаймын, бірақ көргенде де шектен тыс қолданбау керек. Толығырақ қазақ тілі кітабы 82-83 беттерде оқи аласыз. Яғни біздерде осы менде қоса кететін болсам, дерек алып, сілтеме көрсетілген себебі өткен сабақта солай деректерді алдыңғы мақсаттарды біз сілтемелі көрсеттік, және де осы негізгі ақпаратты қолдана отырып алдыңғы математикалық зияндар жоқ. Яғни бізде осы бірінші сөйлем бұл біздің өміріміздегі газеттердің зияны жайлы білмек болып зерттеулер жүргіздім деген бұл бізде сөйлемді алдық. Жасмин өзің қалдыңыз. Бұл сөйлем негізінде мақсат маңызды сабақтар болып келеді. Және де бұл жерде біздің тұлғамыз ол білмек болып саналады. Себебі білім сөзіне негізделген қосымша жалғанған есімше қосымшасы және де болып деген сол өзі мақсат бағынға сабақтас істелген кезде осы шоу жалғанған бағалау критериялары, ой, жасау, түсіндіру критериялары бәрі қайсысы?
біз басында бағыныңқы сөйлемейміз, сұрақ қоямыз. Зерттеулер жүргіздім. Не үшін зерттеулер жүргіздім? Біздің өміріміздегі гаджеттердің зияны жайлы білмек болып өткіздім. Сізді бағыныңыздың баяндаушы деп сөйлесіңізде махмет бақбек есімшеге деген сөзін тіркесап сөзін керемет отырады. Енді екінші тапсырма сіздерде мәтінді оқып, терминді интернет арқылы анықтау, интернет анықтаудар ма? Ол орысша сізде дұрыс шығады екен қазақшаға анықтаған. Айтабек, бұл жерлерде белгілі мәтін этикет туралы жайында айтып кеткен, және біз бұл жерде анықтаған терминдер ол этикетпен этикет. Яғни олар не екенін айтып түсіндіріп кетсе, ол бізде интернеттегі сол этикеттің түрлері болып табылады. Яғни интернет кезінде өзін қалай ұстану керектігінің ережелері. Үшінші тапсырма қандай? Сіздерде тұтас емес мәтін беріледі, екі мәтін салыстырып, ауызша қорғаймыз салыстырып. Бізде негізі бірінші сыныпта Википедияны қолданатын адамдардың қолданатын үш негізгі мемлекет туралы көрсетіп кеткен, олар Ресей, Германия, ақш. Негізі бізде интернет желісі бұл жердегі 2022 жылы Википедия беті 56 миллионнан асты. Және бұны ең басты көретін адамдардың 5 миллиардтан астамы кірген дейді. Сонда бұл жерде бізде интернетті жақсы жағынан пайдалану туралы айтып кеткен және көрсеткен. Және екеуі байланысы салыстырып, біздің тапсырма бойынша салыстыра кету керек. Негізі байланысы ретінде осы жердегі ең пайдалы осы ақпараттарды алу болып табылады. Сіздерді интернеттің пайдасының зиян туралы екінші кестеде, яғни тұтас емес мәтінде берілген. Олар пайдалы ақпаратты аламыз. Берілген тапсырма бойынша мәтіннің мақсаты негізгі оны көрсету. Мәтін мақсаты бізде адамдарға ғаламторда қауіпсіз пайдалануды үйрету. Ал негізі ойы ғаламторды іздеудегі, яғни керек ақпарат іздеудегі оны дұрыс қолдану. Мысалға, жалған ақпарат шықса, сен оны көрмеу керек, арнайы органдарға мынау жалған ақпарат таратты деген пікір жіберу керек. Мақсатын анықтау арқылы негізгі ойды жеткізу деген мақсат. Сіздердегі тапсырма? Журналдағы деректі дәлел ретінде қолдану авторына сілтеме жасап, Википедияға сенуге бола ма тақырыбында өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сенуге болады деп ойлаймын, себебі 21 ғасырда адамдарға кейін керекті және де қиналған кезде іздейтін ақпараттың қазіргі 21 ғасырда ғаламтор жүйесінің мүмкіндіктері өте көп. Соның ішіндегі Википедия ойла кітабында 58-ші бетте бізге айтылғандай, Википедия әлемдегі адамдар ең жиі кіретін үздік 5 сайттың қатарына кіретіні бекер емес деп айтқан себептен оның ақпараттары нақты әлі шынайы болғандықтан, ол дәлелденген болғандықтан қазіргі 21 ғасырда адамдарға септігін тигізеді деп ойлаймын. Жылдан келетін тапсырмалар осылай болады деп өзімізше топшылаймыз. Ендігі бүгінгі негізгі өтілетін оқу мақсатымыз қатысып отырған жалпы осы аудиторияны қызықтыру үшін, ынталандыру үшін түрлі жанрда мәтін бастайды. Біз әртүрлі стиль бар екендігін білеміз. Жанрдың түрлері неше, жаңа блокпост жанрымен таныс болсын деп, әртүрлі жанрларды біз білеміз. Соған қатысты біз жұмыс жасаймыз. Бұл жерде тапсырма беріледі. Тапсырмаларды бірінші топтың тапсырмасы астында дискриптор бар. Дискрипторға міндетті түрде жақсылап қараңыздар балалар. Себебі сіздердің жақсылап дұрыс орындауларыңызға көмектеседі. Балалар дискриптор мен ақылдасыңдар да қалғаны жеке-жеке жазасыңдар. Википедия ішінде ақылда жазады. Мен журнал бойынша сұрай беремін. Кез келген ақпаратты іздеп табуға, сұрақтарыңызға жауап табуға мүмкіндік береді. Оны дұрыс пайдалану керек. Толығырақ ақылды балақайлар кітапшасындағы 18-ші бет. Тұжырымдай келе ғаламтор желісіндегі барлық ақпараттарды сұрыптау керек. Себебі пайдалы, пайдасыз ақпараттар өте көп. Мысалға, бала психологиясына әсер тигізуі мүмкін. Сіз бағалап жолдасыңыз өзіңіз болып өтесіз. Мен бағалайтын болсам, жамбыл тезис жанрына сәйкес жағынан Сәйкес. Қай жағына сәйкестік атап айтсаң? сілтеме қалдырған, негізі Сіз деректі қайдан алған? кітаптан алған. Қандай оқу көрсетшілер?
ақылды ақылды балақайлар делег алып осы темесін көрсетіп Темесін өзінің көрсетіп, және өзінің тұжырымдама жазған ба жазбаған ба жазған. өзің ғаламтор қазіргі таңда қоғамның айырылмас бөлігі. Ғаламторда күнде неше түрлі сайттар мен ақпарат жазылады. Ақылды байлықайлар 18 бетінде жазылғандай, соншама сайттардан арасынан дұрыс және маңызды мәліметтерге қол жеткізу қиындап барады. Яғни ғаламтор қолдану барысында мұқият болып сұрыптап, қауіпті сайттарға кірмеу қажет. Осы тұжырымдама аясында айта кетсем, ғаламтор үлкен ақпарат жинағы. Егер де ғаламторды дұрыс жағынан пайдаланбасақ, адам психологиясына әсер ететін заттарға алуымыз мүмкін. Сіздердің бағалайтын болсаңыз, тезисқа келген, мәселе көтерілгенде тұжырымдаған және қысқаша жазылған, менің ойымша өзім оқығаннан кейін барлығы толық қамтылған деп ойлаймын. қай стилде жазылған? Тезис, Силиман, ғылыми стилде жазылған. ғылыми стилде жазылған. Тезиске яғни бізде ол тезис тұжырымнан тұжырым шығара білу, және тезиске біз негізгі ақпараттарды кірістіріп сілтеме беріп кету керек. Таня, Бізде поэзия, көркем әдебиетке жазады ол стилі. поэзия жағында жұмыс жасамаған бірінші. Википедияға кіремін, шалқып өмір сүремін, алтын қоры сақталған ақпарат көзін білемін, керек болса реферат толтырып парақ береді, кірген жанды ренжітпей әлемдегі 5 сайт қатарына кіреді. Адалдығын білесің бе, әлде өзіңе сенесің бе? Көп кітап оқымай, бауырым, сен де Википедияға кіресің бе? Керемет. Риторикалық сұрақ қойып жіберіпті да? Еңбек. Ғаламтордың мүмкіндігін ескересің бе? Үздік бестіктен тұрған веб-сайтқа кіресің бе? Википедия біздің көмекшіміз, ол ақпараттың шындығын білесің бе? Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнауымен білім мекемесінің жастардың ғаламтордың дұрыс пайдалануын талап етілсін. Бұл заңның 30 сәуір 2024 жылдан 30 сәуір 2026 жыл аралығында болуын қамтамасыз етіп, оны қанун бекталуын Бейсенбаевқа тапсырамыз. Қазақстан Республикасының басқармасы министрлігінің Википедия секілді цифрлық кітапхана санын көбейтуді бұйырады. Бұйрықты орынбасарын қолына алсын. Дамыту туралы конкурстарын жүргізілсін. 11.03.24-де жасалғанды. Бізде бір жанр қалды, Рамазанның қандай жанр? Драмалық жанр. Қарағым жүр кітапханаға барайық. Қолмен немересіне бұған. Не болды ата? Сізге ол жақта не керек? Тамыр қалып дауыс берді. Маған ғабит мүсіп жайлы ақпарат керек. Ата, оны үйден ақ көре салайықшы. Атасын да жақында. Онда ол туралы маған толық берші. Міне ата, телефонын қалтасына шығарды. Мәссаған, бұрында бұндай зат жоқ еді. Тамсана қараған. Қысқа емес, сендер екеуің енді рөлге енгендей болыңдар да, бірақ неге ремаркаға ауызша оқыватсыңдар? Ремарка не істесе болады не тағы? Ремарка дегеніміз не жалпы Айша? Сол жердегі Не іс-әрекет? Диалог кезінде орындалған іс-әрекет. Драманың өзінің ерекшелігі ол әрекетке құрылады. Әрекет қай жерде жазылады дейді? Ремарка қандай түскенді ойлап кет? Жақша мүшелері. Сіздер қазір дұрыс мына жерде мәтін драма жанрында құрылсын дегенде ремарка болу керектігін көрсетіп айтып отыр. Жақсы, отыра қойыңыздар. Бұл жерде мен Айша келіп жауап беріп жатыр. Сіздер соны бұл жерде топтан шықты дейді. Яқтан жұмыс жасауға кім жақсы жұмыс жасап жатыр. Ал енді балалар бізде қазір кішкентай уақыт қалды. Сіздердің бақытыңызға қарай. Мына қазір біз біраз жұмыс жасадық. Бүгінгі сабақсы деген не берді? Бүгінгі сабақсы деген не берді? Ертеңгі тжб-ға дайындыққа сіздерге бағыт бере алды ма? Бүгінгі сабақта көптеген жанрларда жұмыс жасадық. 5 топ және 5 түрлі жанрлар жасадық. Сол арқылы біз қысқа уақыт ішінде тжб-ға тезірек дайындап алдық. Және де егер де осылай тапсырмалар келетін болса, біз жақсы бірінші тапсырмада қандай ненің сұрақтар болды деп ойлайсыңдар? Осыған дейін дайындалып жүрген. Неге дайындық болса, мода деп қойсаң да ішіне қандай сұрақтар кетті? Қолды береміз. Қандай жатасыз? Логосын жазу реті бойынша, логосын қалай жазылады деген реті бойынша. Тағы ба? Сілтеме жасау.